Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ, дәмді, бір жасағаннан шығатын панкейк жасайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Содан кейін құмшекерімізді салатын боламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз көпіргенше. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап көріңіздер. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды құятын боламыз. Одан кейін сүтімізді жылытып құямыз. Екеуін құйып болғаннан кейін жақсылап араластырып ванилин салатын боламыз. 1 пачка ванилин қажет болады. Одан кейін разрыхитель 1 шымшым тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып електен өткізіп алған ұнымызды 2 бөліп салып араластырамыз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, пирожный тәттілер бар. Кіріп көріңіздер. Екінші бөлігінде салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл осылай таразыға өлшеп салсаңыздар, сіздердің панкейктеріңіз жақсы шығады. Осылай араластырып болдық. Осындай қою масса болады. Табамызды газымызға қойып, қызып тұрған табамызға осылай 1 қасықтан салып, ең бірінші басында 1 рет майлап аласыздар. Одан кейін аяғына дейін майды қажет етпейді. Арасына шоколад салсаңыздар да болады, немесе еш нәрсе салмай құр өзін пісірсеңіздер де болады. Өте дәмді, жұмсақ, бір жасағаннан шығады. Отбасыларыңызға да, балаларыңызға да ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Газдың асты орташа отта тұр. Осылай барлығын пісіріп ала береміз. Менің арнама тіркелмесеңіздер, подписация батырмасын басып, тіркеліп, қазақ тілі арнамның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіз. Және лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Міне барлық панкейктеріміз осылай пісіп шықты. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ішкі бөлімінде осылай көрсетіп кетейін сіздерге. Өте жұмсақ, барлық жағы піскен. Менімен болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.